Сәлеметсіздер ме, YouTube каналымда достарым. Бүгін біз оңай тез жасалатын шет шелпек пісіреміз. 15 минутте дайын болады. Сіздерге кеңес беремін. Осылай жасауларыңызға өте жұмсақ, ашығандай шелпек болып піседі. Оған керегі бізге сүт, 300 граммдай сүт, 1 қасық майонез, тұз салдым. Одан кейін 2 қасық құмшекер салдым. Одан кейін ас содасы чайный ложканың ұшымен шым-шымдай тастайсыздар. Ұнымды алдын ала елекпен өткізіп қойдым. Содамызды салып, кейін 1 жұмыртқа салдым. Одан кейін жақсылап араластырып аласыздар. Құмшекері, қанты, тұзы ерігенше жақсылап араластырып аласыздар. Одан кейін ұнымызды салып, қамырымызды илейміз. Жақсылап илеп аламыз. Жақсылап. Қамырымыз жұмсақ болып илеу керекпіз. Осылай жүп жұмсақ болу керек. Қатты илеп қоймаңыздар. Кейін 20 минутқа тындырып қоямыз. 20 минутқа тынғаннан кейін осындай бөліктерге бөліп дайындап аласыздар. Менде 9 күлше болып шықты. Содан кейін оларды жұқалап жайып аламыз. Осылай жайып. Барлығын жайып дайындап аламыз. Кейін қызып тұрған майымызға шелпектерімізді салып, осылай қатты қызып тұру керек. Қызбаған майға салсаңыздар, шелпектеріңіз майды сорып алады. Соған қызып тұрған майға салу керексіздер. Сосын 2 бетін пісіріп аламыз. Осылай қызарғанша пісіріп аламыз. Екінші бетінде қызарғанша пісіріп, майын сырғып аламыз. Шелпектеріміз дайын, барлығын пісіріп алдым. Өте жұмсақ, тез дайындалатын шелпек. Тура ашыған қамырдай жұмсақ, дәмді болып шығады. Мен сіздерге кеңес беремін. Осылай жасауларыңызға ұнаса, лайк басып, комментарий тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.